Ұшы қиыры көрінбейтін мыңдаған гектар қазақ жерінің Ресейге берілгенін өткенде айтқанбыз. Яғни Торғай даласы енді көрші елдің сынақ жүргізетін полигон алаңына айналады. Онсыз да Байқоңырдың зардабын тартып отырған халық, министрлер айтқандай жерді берілуін қалай ғана қолдап шықты десек, шын мәнінде олай емес екен. Үкімет ескермеген Торғайдағы екі ауылдың мұңын әріптесім Бақытнұр Әлібай тыңдап қайтты. Торғайда сойылған сиыр ме? Бұзауы, бұзауының басын қараңдасай. Шешім қабылданбай жатып, халқын үрей басқан Торғайға жол тарттық. Астанада 1000 шақырымдай шалғай жатқан Ақкөл ауылына жеттік те азаматтардың пікірін сұрадық. Алайда аудан орталығында жиын өткізген қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі халық келісті деп отыр. Құлайтын бөлшектерден қауіп жоқ екенін тәптіштеп түсіндірдім дейді. Зияны жоқ. Ол деген экологиялық таза, жаңа, заман